Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен қыс мезгіліне салат дайындайтын боламыз. Дәмі өте ерекше, керемет болып шығады. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, менің рецептім бойынша жасап көріңіздер. Ең алдымен қызанақты, чеснокты және чили бұрышты үтtatқыштан өткізіп аламыз. Сонан соң баяу отқа қоямыздағы үстіне қант, тұз және күнбағыс май құямыз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Сонан соң сәбізімізді үккіштен өткізіп қосамыз. Баклажанымызды төртбұрыштетіп турап қосамыз. Үстіне болгар бұрышын дәндерінен тазартып, төртбұрыштетіп қосамыз. Сонан соң ұсақтап туралған петрушканы қосамыз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Барлығын жақсылап араластырғаннан кейін шамамен баяу отта 30 минут бұқтырамыз. Міне осылай қайнап жатыр. Осы рецептпен дайындап көрсеңіздер, өте керемет болып шығады. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Бетін жауып, тағы кішкене қойып қоямыз. Алдын ала банкамызды құятын стерилизовать етіп аламыз. Мен осылай мантоваркада стерилизовать етіп алдым. Енді шамамен 30 минут өтті. Тағы да барлығын жақсылап араластырып, үстіне уксусты құятын боламыз. Уксусты құйғаннан кейін шамамен 5 минут бетін жауып қайнатасыздар да, сонан кейін өшіріп тастап, ыстық күйінде банкаларға құямыз. Банкаларға құйып, бетін бұрап жауып тастаймыз ыстық күйінде. Достар, менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп алыңыздар, және де қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Және де осы рецептпен дайындап көріңіздер. Өте керемет болып шығады. Қыс мезгілінде нанға жағып жесеңіздер де болады. Тәбетті ашатын салат. Осылай банкаларға құйып, ыстық күйінде беттерін жауып тастаймыз. Сонан соң үстін ыстық күйінде банкаларға құйғаннан кейін бетін жауып, жылы одеялға орап, шамамен бір түнге қойып қойсаңыздар болады. Сонан соң суық жерде сақтасаңыздар өте керемет болып шығады. Міне осылай банкаларға құйып шықтым. Видео ұнаса лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Рахмет.